қозғала алмай қалу бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін жалғасады. Алайда оны бастан өткірген адам үшін ол бірнеше минут емес, одан әлде қайда көп уақыт болып көрінеді. Қандай болғанда да, бұл құбылыстан сізге келер ешбір зиян жоқ. Тек қана жатар алдында дәретпен жатуды әдетке айналдырыңыздар. Сосын ұйқыға кетпес бұрын аятыл күрсиді және фалақ пен нас сүрелерін оқуды ұмытпаған жөн. Және негізінен төсекке жатарда оң жағыңызбен жатқан дұрыс. Өйткені сол жақта ұйықтаудың көптеген зиян тұстары бар. Ол жайында біздің арнамызда жеке видеомыз бар. Осы бейне соңында шығатын сілтемеден өтіп, немесе пікір алаңдағы бірінші сілтемеден өтіп қарап кетіңіздер. Ал сізде ұйқы параличі, яғни бастырылып қалу болды ма? Егер болса, ол жайлы пікір алаңға толықтай басынан аяғына дейін жазып кетіңізші. Әр адамда ол қандай болатынын білу қызық. Мен оларды оқимын және басқа көрермендерге де қызық болады деп ойлаймын. Әрине, қолдау ретінде осы видеоны өз туыстары мен достарыңызға таратыңыздар. Және видеомызға лайк басып, әлі күнге дейін арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.